Ассаламу алейкум, эфирде заман октябрьнын 20-сы Карамыш галянын 1331 күні студияда Мөвиле Мухтарова чалыша. Сөзде Ахмеджет махкемесі Бақчысырайда тұтылған Қырым татарларына берілген апыз жазаларының итиразыны бақмаға әліда башламады. Махкеме отырышы саат 10-да башлай жақыды. Рифат Алимов, Мемет Белялов, Марлен Асанов, Тимур Ибрагимов, Сервер Зекерияев, Эрнест Аметов тақықат үшін айға незарет алтына алынған еділер. Октябрьнің 11-де Хизбут Тахрир давасы чарчевесінде 6 Қырым татары тұтылды. Оларның evlerінде тінтулер кечірілді, олар Русияда сақланған Хизбут Тахрир тәшкілатында іштірак етмесінде қабатлана. Запт етілген Қырымның наразылық аққы йоқ. Киевде Қырым татар фаллері Ишғал алтындағы Қырымда кечірілген тынтуф ве басқылар ақында малиматына айдынлатты. Құқық қорғаушылар ве адвокатлар инсан ақлары бұзылғанына қайдете, Қырымлылар барышчы топлашуларға бөле чақып уламай. Құқық қорғаушыларының айтқанына көре Кремль оның саясатынан разы олмағанларына бастырacak улам. Представлена инфографика о том, какие происходят преследования за выражение своих мыслей, своих взглядов, каким образом происходят эти преследования, либо в форме уголовного преследования, либо в форме административного преследования. Грушевский суғағыны бошатып, парламент огындегі кечішіні темізлемек. Киев полициясының yolbaşısı Андрей Крещенко бөле талапларына айдынлатты. О митинг штиракчилерінден Мариинский паркына кечмесіні теклиф ете. Ал азырда Анаяса мейданында фаллер невбетчілік япа. Олар қанун деңішмелеріні беклей. Соңғы хаберлеріні Дарина Иванютенко бөле. Площа перед Верховною Радою невелелюдна, на дворі доволі холодно, люди ховаються в наметах, п'ють гарячий чай, зігріваються супом, який тут готують мітингувальники. Говорять, що продукти для них приносять кияни, вулицю Грушевського. Проїжджу частину не збираються звільняти. Прошу послухати, про що говорять люди, та які їх думки про заяву київського поліціянта про звільнення вулиці Грушевського. В общем, это гражданское право находиться, ничего не освобождать, пока все идет в рамках закона. А здесь, извините, проезжей части 100 метров. Вот вокруг же можно проехать. Никаких проблем абсолютно. Абсолютно никаких проблем. И поэтому, если мешают, полицейским все мешает, наверное, правильно? З мітингувальниками солідарні народні депутати, серед них Сергій Лещенко. Давайте послухаємо, про що він говорить. Тиск, він завжди супроводжується вуличною активністю. Якщо розбивати наметове містечко в парку, воно не має жодного ефекту. Якщо є мета досягнути цілі, цей протест має бути в такий спосіб, який дозволяє цю ціль, скажімо, чітко артикулювати. Поліцейські охороняють урядовий квартал, кількість їх не змінюється. Ми помітили тенденцію, що поліціянтів стає більше ближче до вечора. Ми бачимо, зараз проходить зміна поліцейських. І люди тут, мітингувальники, гріються, влаштовують такі собі флешмоби, викладають на бруківці перед Верховною Радою різні гасла. У мене все, ми будемо залишатися тут і розкажемо ситуацию в наметовому містечку в наступних випусках «Заман». Мұхбиріміз Дарина Иванютенко парламент бинасы оғындағы соңғы малиматын айдынлатты. Бұзлері вазиетні незарет етіп, кележек яйынларымызда айдынлатacağımız. Түнеуін ақшам митинг штиракчилері хабарчылық еле көреш махкемесі аққында қанун лейхасыны президент мемориетіне бермеге қарар алды. Бірхачус фаль халық депутатлары Юрий Левченко ве Егор Соболевнен берабер президентні весіқаны радаға кірсетмесіне шақырғанлар. Олар Петро Порошенко қанун лейхасыны өз адындан кірсетсін деп, мөйлифліктен вазгечмеге зарылғанына білдірелер. Юріште хырсызларға апыз кебі шарлар сеслендірілді. Крадіям тюрми! Крадіям тюрми! Наше рішення відмовитися від авторства цього законопроекту, щоб президент міг внести його від свого імені. За українським законодавством саме президент тепер має ініціювати творення нових судів. І згідно українського законодавства ми
ми просимо його це зробити. Мустафа Джемилев, президент берген депутат тоқынулмазлығына алып ташлап қанун лейхасына депутатлар теклиф еткен везиқадан да ойғын көре. Петро Порошенко милет векелеріні 2020 сенесінден башлап тоқынулмазлықсыз қалдырмаға теклиф етті. Айны вақытта Қырым татарларының лидері Мустафа Джемилев реинтеграция қанун лейхасына тенқит етті. О, Донбасс ве Қырым мәселелерінің айры бақылмасына кесін-кес қаршы шыға. Оның фікірінше қанун лейхасына айре берілежек олса, анда ишғал етілген ярымада қайд етілмелі. Поэтому вот эта вот программа реинтеграции, деоккупации, нас больше устраивает термин деоккупация, должна в одинаковой форме касаться и Донбасса, и Крыма. Тот проект, который был предложен, и касался только реинтеграции Луганской и Донецкой, сейчас оккупированной россиянами, мы сказали, что это не подойдет, оно должно включать в себя и территорию Крыма тоже. Америка векілі Русияның Америка сайлауларына кірішмесіні жеңк деп адландырды. Бұны Никки Хейли Нью-Йоркта айтты. Русия бұңа насыл жауап берді ве Америка істіғбараты нелер білді, левхамызда тариф етілі. Русияның Америка президенті сайлауларына кірішмесіні Никки Хейли арби әрекетлер деп адландырды. Бұақта Бірлешкен Миллетлердегі Америка Бірлешкен Девлетлерінің даими векілі Нью-Йоркта айтты. Джордж Буш институтында чықышта болынған Хейли Москваның әрекетлері қалабалық чықармақ үшін япылғанына қайдетті. Мемлекет башқа мемлекетінің сайлауларына қарышса, бұл жең кола. Русия бір шей қазанып оламай, оларының арбиелері күчлі иқтисадияты жоқ. Бұл себептен қалабалық чықармақ үшін етірім япалар. Америкалылар не үшін Русияге қаршы чыға, не үшін біздер санкцияларны көрсеттік. Сайлауларымызға кірішмеңіз, Русияге қаршы чықмамыз. Русия бұңа жауап беріп, оларны уйдырма деп адландырды. Бойле беянат Америкадағы Русия елшіханесінің сайтында дерчетілді. Визиқада айтыла ки, Хейли арби әрекетлері қында айтып, бір делил кетірмеді. Ал азырда Америка махсус қызметлері 2016 сенесі Русия ве президент Дональд Трампның компания темсілжілері арасында аңлашма олғанына тақиқ етмекте. Мутихасыслар хуляса чықарды. Русия Трампның рақыбы Хиллари Клинтонны яманлап, Трампқа ғалибе қазанмаға ярдым етмеге тұрышты. Харьковде yol қазасының себепшісі олған айдақжы махкемеге кетірілді, анда оның жезасы белгіленежек. 20 yaşında Алена Зайцева махкемені СИЗОда ятып, яда азатлықта болынып беклежегі бүгін белі олачақтыр. Lexus айдақжысы yol әрекеті қайделеріні бозғанында шәклене экспертиза қаза вақтында айыны қолғанını избатлады. Тағығатшыларының айтқанына көре Зайцева тағығат әлі еш тұтмаға разы олмады, о ұзыне қаршы малюмат бермеге істемей. Қыз 10 елға азатлықтан марум етіле біле, о 2 ел девамында машына айдап yol әрекеті қайделерінің бозылмасы үшін ең азындан 6 кере пара жазасыны алған. Алена Зайцева айдаған Lexus машинасы чаршынбе күні ақшам адамларына қақты, 5 инсан жан берді, 6 кіші ағыралда хастаханеде бұлуна. Ичішлер назерінің меслячысы Антон Геращенко yol қазасының себебі әрекет ярышы олабылы деп тахмин ете, бұны о Фейсбукта білдірді. Оның фікірінше, незарет камераларының видеосына бақылса, бұл белі ола. Геращенко 20 yaşında Алена Зайцеваның кім ілі ярышлашқаны тақығат үшін пек мұйым ола деп айтам. Лексус, виявляється, брав участь у перегонах по вечірньому Харкову. Слідство тепер має встановити особу водія ще одного авто, яке брало участь в перегонах. Він буде важливим свідком у справі про встановлення винних у харківській трагедії, за яку настане невідворотне покарання. Ато аланында açılған аттеш сайысы эксілді. Соңғы күнлері Донбастағы вазиет кергінады. Кенеде ең çok Донецк тарапы зарар көре. Душман бойып калибрлі пулемет ве хафиф силах қоланған. Луганск тарапында аттеш бір кере açılды.
Загалом за минулу добу незаконні збройні формування 15 разів порушили режим тиші. Збройні сили України 9 разів вогнем із піхотного озброєння примушували противника дотримуватись перемиря. Унаслідок бойових дій втрат серед українських військових немає. Русия Арби Виктора Агеевны корчаламак үшін пара тапып оламады. Mahkemede оны Украина адвокаты Бедава корчалачақтар. Бұны диверсантның анасы хабар етті. 3 күн evvelsi Украина қавсызлық қызметі Виктор Агеевге қаршы даваны mahkemege yolladı. Тақиқатшылар оның бұл сене март айынан башлап террорист тақымларының истигбаратшылар ротасында қызмет еткенін исбатлағанын білдірді. Майыс айында Виктор Агеевны Украина арбилері яқалады. Путин, Русия ве Донецк ве Луганск велетлерінің ишғал етілген топрақлары арасында сыңырны қапатмаға бермейжегін айдынлатты. Бұны Русия президенті Сочиде Валдай Мунақаша клубында айтты. Русиядан басқа барыштырыжыларыны көрсетме меселесінде фықрыны бір қач кереден үштіргені да, ләкин бір шарты насыл олса да қала. Кремль өз сыңырында ичнебе арбелеріні ерлештірмеге изін бермес. Если дать возможность до решения политических вопросов, до решения вопроса о придании этим территориям особого статуса, если не принять закон об амнистии, если не сделать всего этого, то закрытие границы между Россией и непризнанными республиками приведет к ситуации наравне с Серебряницей. Там просто будет резня устроена. Ксения Собчак Қырым меселесінде өз фікрін айдынлатты. Русия президенті намзеті бірде-бір фирқа или алақасы ве мефкюревей сыңырлары олмағанына қайдетті. Собчак Қырым кімге айт олғанына мұйым деп саймай. Оның фікірінше ярымада кележегіні инсанлар белгілемелі. Украин нешірлерінден бірі Ксения Собчакның ярымада или бағлы лафларыны тапып хатырлатты. Якщо Путін поверне Росії Крим безкровно, залишиться в історії великим і нічого з цим не поробиш. Я вважаю, що якщо безкровно Крим стане нашим, то це буде велика перемога Путіна. До речі, всі мої друзі проти Криму. Я в гордій самотності вважаю, що це блискуче розіграна політична комбінація. Завжди говорила, Донбас був розмінною монетою, і ось Сурков нарешті її розміняв. Непогано розміняв скасування санкцій і прощений Крим. Бусине вақтынша ишғал етілген Қырымның мемори сыңырындан 100 000 ас машина кечті. Бұл рақамны 2016 сенесінен қияслайлар. Böyle малимат Devlet Sыңыр қызметі тарафындан дерчетілді. Сыңыржылар ишғалден соң елжыларының сайысы ексілгеніне білдіре. Бұл сене 2 миллион инсан Қырымға кіріп шықты. Бұл тұрысе елжыларының сайысы 200 000 зәдейді. Украина али оқуф юртларына оқумаға кірген қырымлыларының сайысы артты. Кешкен сенеге баққанда қырымла абитуриентлерінің сайысы 30% артып, 204 инсанны тешкіл етті. Аслында есе Devlet қырымлылар үшін 2000 ер айырған. Донбастан келген талебелерінің сайысы қырымла абитуриентлерден 6 қат зейде олды. Экспертлерінің фікірінше қырымлылар Украин тілі ве Украина тарихы имтианларını бермеге межбур олғаны ве хабердар олмағаны үшін Украина али оқуф юртларына оқумаға кірмей. Закон про внесення змін до закону про вищу освіту, відкриття підготовчих відділень, в які би кримчани вступали без взагалі здачі ДПА з української мови історії України, з гарантованими місцями державного замовлення, гуртожитками, зробив більше шансів для Қырымда мешур ресам Изет Аблаев вефат етті. Оның юрегі хастайды. Изет Аблаев ресамлық қойымшылық нен ұғрашып шиырде язайды. 4 yaşында олғанда Қырымдан бұтын халқы нен берабер сүргін етілді. Ғұрбетте дегер Қырым татар ресамларындан дер салды. Бөлеже күміш еплерін өрмеге өгреніп, Қырым татар илванларыны япқаныды. Изет Аблаев 77 yaşында бұл дүнияны терк етті. Женазесі бүгін Марина қасабасындағы Ешіл соқағында қылынмақта. Шымдылық бұл соңғы хаберіміздір. Саат 3-те соңғы хаберлеріні білмек үшін София Абляева еле заманны сейретмеңіз мүмкін. Атырден айырылмаңыз. Көрішмек үзре.